Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Баршаңызға қайырлы кеш. Бүгін кешкі видео. Тауықтарымыздың кешкі асын беріп жатырмыз. Бүгін шай беріп жатырмыз. Сағат қазір примерно 10-нан кетіп қалды. 11 болып қалған шығар. Ананы айттық, мынаны айттық. Короче, суларын беріп, суларын батсын шығарды уже. Бұрынғы тауық қорадағы қардың астында қалып қойған ғой. Соны әкеліп екінші жем салатын жасадық. Әйтпесе біреуіне сыймай жатыр да, істерін тапап бірін-бірін. Сол себепті міне екіншісін жасап қойдық. Осылай екі жақтан да тауықтар зәлі өздеріне керекті астарын жей береді ғой. Мына опилка деп бұл не? Пыгес, ішінде тастары бар. Өздеріне керекті кальций тастары керек болса, осының ішінен алып жей береді. Қораның іші осы енді. Осы қораның ішіне барлығы сыйып тұр. Үстінде тауықтар жүреді, короче, 16 бас қой енді бар жоғы. Астында үйректер өздері жата береді. Енді тағы бір опилка келіп төсейм астына. Бір 3 қапшық опилка алып келсем, жетеді сол қыс бойына. Главный, мен суды, мына жаққа су беріп, суды осы сыртқы есік алдына беріп отырмын. Ішіне, короче, суда жемде ештеңе бермеймін. Просто бұдан ішіне қонақтап, мына ұйықтайды бұлар. Осы жерде өздерімен өздері, короче, тамақтарын ішіп, суларын ішіп, күндіз осы жерде жүретін болады. Осы жағдай қазір бізде. Енді мыналар екеуі құрдас қой, жалпы мыналар бірінші өсіп кеткендер, жемді көп жеп, мыналар жай өсіп келе жатыр. 4-ші айға кетіп батқандар мыналар уже. Аналар уже 6 айға кетіп қалды. 4-ші айға кетіп батыр. 2 ай аралықтар. Осы бізде. Кеше бір бауырымыз айтып отыр еді, тауықтарың обзор жасашы деп. Менде қазіргі бары Адлер, Австралоп, Сагорский и Кочин. Достар, айтпақшы, менде мынау атиш пакен, тауық пакен. Айти берсеңіздер, сосы мынау атиш пакен, тауық пакен. Мынау тауық қойын, мыналар. Анау тоже. Осыларды айтып берсеңіздер. Менде Адлерде атешті жақсы өсіп бет, бәрі бір қатарынан шыққандар ғой, жалпы негізі бәрі бірдей шыққандар ғой. Мынау енді атештіге көрініп тұр мынау. Қалғандардың айдары да, сақалы да кішкентай, да? Сосын ажырата алмай жатырмын. Енді ана Загорский атеш екен көрініп тұр, ол тауықтарға секіріп бастап жүр, айқайлап, дауыс шықпайды, бірақ айқайлайды. Бойқұттай болғанмен. Енді мыналар түсінбей жатыр, мыналар. Не атеш екені білдіріп, тауыққа қарамайды. Тек өзімен өздері жүреді. Сол жағынан информация керек, айтып беріңіздер. Так, сосын үйректің менде біреуі ұрғашы, біреуі еркек екен. Мынау еркек міне, ақтың. Анау ұрғашы, құйрығын көрдіңіздер ма? Еркектердің құйрықтары анандай құттай қайырылып тұрады екен бейт бастары. Солай, короче. Ана ақ үйректер басады дейді ғой, кейбір кісілер. Енді алдағы уақытта оны көретін боламыз, Алла амандығын берсе. Қазір осындай жағдай. Енді өткі ғой. Енді бір қаз керек, қаз жетіспей тұр да. Қаз болса, вообще дерсік болады екен. Қалған құстардың бәрі бар ғой енді. Цицарка жоқ. Түйе құс жоқ. Ертең Алла амандығын берсе сіздерге мына башкирский үйректі, сосын ана ақ үйректің аттарын білмеймін, пекинский ма или агидлі ма, точно білмеймін. Сол ақ үйректің, сосын башкирскийдің, сосын индоуткалардың салмақтарын өлшейміз, еркектерінікін. Мынау, короче, шац, мынау. Ана ақтың, енді ауыр салмақты, ауыр салмақ дейді, сол ақтың да салмағын өлшейміз. Сосын мына бер жағындағы, сосын ана қараның үшеуінің салмақтарын, короче, не істейміз, ажыратып көреміз ғой. Қайсысы үлкен, қайсысы жақсы ет береді, қайсысы жақсы салмақ береді деген сияқты ғой. Сол мақсатта мына үш еркектің, короче, салмақтарын өлшейміз. Сосын мына индоуткілерді тоже өлшейміз. Полный өлшейміз ғой, аталығы бар, аналығы бар. Короче, ертең сіздерге өлшеп, видеоға сүріп, барлығын көрсететін болам, Алла амандығын берсе. Ертең примерно видео обедтен кейін салатын боламыз, монтажда, онымен, короче. Содан кейін таза индоуткілер жалпы
былай қып-қызыл болады дейді. И сосын шатыстары анандай болады дейді, короче. Анау мулатпен бірдеме шатыс дейді. Мен нақты точно білмедім. Сол себепті алдағы уақытта аналардың көзін құртатынымыз, құртпаймыз, оны да көреміз. Сіздерден точно информация керек. Ажырату кішкене қиындау болып тұр. Жақсы достар, келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар.